АКШтың арнайы өкілі Джаред Кушнердің Израиль мен Хамас басшыларымен кездесулері Вашингтон ұсынған Газа бойынша бейбітшілік жоспары аясында ешқандай ілгерілеусіз аяқталды. Кушнер Хамас саяси бюросының жетекшісі Халил Әл-Хаяммен және Беньямин Нетаньяхумен бөлек кездесулер өткізді. Бұған дейін Израиль премьер-министрі осы айдың басында ұсынылған 15 тармақтан тұратын жол картасын қабылдамай тастаған еді. Жоспар Израиль әскерін Газадан толық шығаруды, сондай-ақ Хамастың қарусызданып басқару билігінен бас тартуын талап етеді. Хамас толық қарусызданбай, Газада әскерді қайта орналастыру мен қалпына келтіру басталмайды. Израиль мен АКШ осындай шешімге келді. Келіссөздерден бөлек Нетаньяху канцеляриясы қарусыздандыру мен демилитаризация, сондай-ақ қоғамдық денсаулық сақтау мәселелеріне назар аударатын екі жұмыс тобын құрылатынын хабарлады. Түркия, Египет және Катарды қосқанда 8 мұсылман елі Израильдің АКШ жоспарынан бас тартуын айыптап, бұл соғысты тоқтатуға кедергі екенін ескертті.